Сонымен сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен бірге өтетін тақырыбымыз электростатикалық өрістегі өткізгіштер мен диэлектриктер. Бүгінгі сабақта, бірінші сабақта тек өткізгіштерді қарастырамыз, яғни электр өрісіндегі өткізгіштердің қасиеттері, мінез-құлқы қандай болмақ, олардың ішіндегі және сыртындағы электр өрісі және де кескіндеу әдісін қарастыратын боламыз. Жалпы біз осы электростатикалық өрісті біз өмірмен салыстыратын болсақ, бізде сондай бір әлеуметтік, эмоционалдық ортада өмір сүреміз. Қоғамның сыртқы әсерін сол электростатикалық өріс деп қарастыратын болсақ, соған әркім өзінше жауап береді. Біреулер оны қабылдайды, өзінің бойынан өткізеді, ал біреулер бейтарап өмір сүреді деген сияқты. Сол арқылы адамдардың типтерін сезімтал адамдар және тұрақты адамдар деп қарастырсақ болады. Өткізгіш адамдар сезімтал, эмоцияға тез берілетін, тез сезінетін адамдар болса, диэлектриктер ондай сыртқы қоғамның әсеріне, ойына, эмоциясына более тұрақты адамдар деп қарастырсақ, енді шын мәнінде біз олардың әрқайсының әрбір нүктедегі жаңағы электр өрісінің кез келген нүктесіндегі нақты бір электр шамасын анықтай алмаймыз. Сондықтан бізге орташалау принципі көмекке келеді. Бұл физикада жиі қолданылатын әдіс. Яғни бұны қалай түсінсек болады? Бұны мысалы сіздер бір аудиторияға, сыныпқа кіресіздер, сол сыныптың жалпы бір аурасы болады, сол жалпы аурасы, жалпы олардың атмосферасы сізге беріп жатқан, ол макро өріс деп қарастырамыз. Ал оның ішіндегі әрбір оқушы, әрбір адамның эмоциясы, ішкі ойы, ол микро өріс. Біз әрқайсының ойын не ойлап жатыр, не сезініп жатқанын білмейміз, бірақ жалпы сол сыныптың макро өрісін анықтауымызға болады деген сияқты ғой. Сондықтан біздегі әрбір бөлшектің микро өрісі сол бір жүйенің, заттың макро өрісіне тең деген тұжырыммен осы электр өрісінің кернеуліктерін есептейтін боламыз. Енді өткізгіш ішіндегі және бетіндегі өрісті қарастырайық. Мысалы, бізде электр өрісі бір бағытта өтіп жатыр, плюстан минусқа қарай өтіп жатыр. Сол өтіп жатқан электр өрісіне біз өткізгішті салатын болсақ, мынау төртбұрышты тұрған өткізгіш, металл өткізгіш, соның ішінде өзінің зарядтары болады. Сол зарядтар плюсқа қарай минус зарядтар тартылады, ал минусқа қарай плюс зарядтар болар. Индукцияланған зарядтар деп аталады. Оның минус 10, минус 20 дәрежесінде қателеспем, сондай бір өте аз уақыттың ішінде олар тез индукцияланып, плюсқа минус, минусқа плюс зарядтар болып орналасып алады. Сонда біздегі оның өткізгіштің ішіндегі электр өрісінің бағыты қалай бағытталады? Плюстан минусқа қарай. Яғни сыртқы электр өрісіне қарама қарсы. Демек, бізде электр өрісінің кернеулігі ол векторлық шама болғандықтан, екеуі бір-біріне қарама қарсы бағытта болғандықтан нөлге теңесіп кетеді екен. Сондықтан мына жақтағы сыртқы өрістің бағыты мен өткізгіштің ішіндегі электр өрісінің бағыты қарама қарсы болғандықтан олар эквипотенциал бет түзіп, олардың потенциал айырымында тұрақты болады екен. Сонымен сіздерге сұрақ болсын, немесе қызықты бір ақпарат болсын, жаңбырлы күні жол бойында көлік кетіп бара жатыр, бір сәтте көлікке біз найзағай түседі. Сондай кезде адамдардың және машина жағдайы не болуы мүмкін? Мысалы, ойлауымыз мүмкін, жаңағы металға жарық найзағай түскен кезде, оның ішіндегі адамдар все-таки тоққа жаңағы темірге жанасқан кезде олары да тоқ соғады, машинада быт болады, бір өте үлкен апат болады деп ойлауымыз мүмкін. Бірақ шын мәнінде ол жаңағы біздің машинамыз ол металл, сырты металл. Ал біз жаңа айттық, электр өрісінің кернеулігі өткізгіштің ішінде нөлге тең болады. Сол себепті олардың ішіндегі электр өрісі болмай, тек жаңағы машинаның бетімен жүріп өтіп, дөңгелектер арқылы жерге сынып кетеді. Ал жер бізде тоже өткізгіш, бірақ ол массасы ең үлкен өткізгіш болғандықтан артық электрдің барлығын өзіне сіңіріп алады. Бұл жайлы тіпті өте көп эксперименттер жасалған. Мысалы, жаңағы металдан жасалған тордың ішіне адамды орналастырып, оның сыртынан тоқ берген кезде адамға ешқандай тоқ әсер етпейді. Ол пока обычно тұра береді, ал сыртынан өткізгіштің бетімен тоқ өтіп жерге сынып кетеді екен. Бұны қорғаныс ретінде қолдануға болады. Сонымен бізде жаңағы эквипотенциал бет түзеттедік, зарядтар плюсқа минус зарядтар, минусқа плюс зарядтар бағытталып орналасып алған кезде
олар біркелкі орналаспауы мүмкін. Өйткені олардың пішіндері, өткізгіштің пішіндері әртүрлі болуы мүмкін. Кейде жазық, кейде мүлдем басқа. Мысалы, бізде ол өткізгіштің пішіні мынандай бір фигура болсын, Так. Мынандай бір үшкірленіп келетін тамшы сияқты фигура болатын болса, біздің оның үшкір бетіне қарай, яғни сүйір бетіне қарай зарядтар жинақталып, скопление болып, жиі орналасады. Ал жаңағы жуандаған сайын ол зарядтардың орналасу тығыздығы кеми береді. Бұл нәрсенің негізгі сипаттамасы ол беттік және көлемдік тығыздығы деп аталады. Олардың орналасу орындары біркелкі еместігіне байланысты. Егер біз оның бетін қарастыратын болсақ, жай ғана бірақ бетін қарастыратын болсақ, оны ауданына қатынасын аламыз зарядтың. Ал егерде қатынасын аламыз. Ал егерде біз жалпы ол өткізгіштің көлеміне байланысты қарастыратын болсақ, біз сол зарядты көлеміне қатынасын алады екенбіз. Өлшем бірлігі қолдан бөлінген метр квадрат. Яғни, қорытындылай айтсақ, бұл жерде өткізгіштің беті неғұрлым сүйір, неғұрлым үшкір болған сайын, сол жерге зарядтың орналасу тығыздығы жоғары болады екен. Сонымен әрі қарай кеттік. Енді өткізгіштің ішіндегі өріс бізде жоқ болады дедік, электр өрісін кернеуінен нөлге тең болады. Ал бетіндегі өріс бар. Ол жерде зарядтар орналасқан, бетіндегі өрісті қалай табамыз? Бұл жерде Гаусс теоремасын қолдануымызға болады. Мұндағы F деп отырғанымыз ол жаңағы өтіп жатқан электр өрісінің ағыны ол тең болады. Мұндағы былай алайық. Мына жерде мен сіздерге сызып көрсетейін. Мұндағы E дегеніміз электр өрісінің кернеулігі, ал S дегеніміз ол жаңағы алып жатқан біздің өткізгішіміздің ауданы. Осы жерден интегралды орындайтын болсақ, S бойынша интегралдайтын болсақ, не болады? E көбейтілген S шығады. Ондағы ds деген, біз мысалы цилиндрді алатын болсақ, соның кішкентай ғана бір бөлігіндегі ауданын алып, сол жердегі кернеулікті есептеп алып, соны интегралдайтын болсақ, бізде оның жалпы ауданына қатысты электр ағынының формуласы шығады екен. Ол жерде мысалы шарды алайық, бізде электр өрісінің кернеуінің формуласы q бөлінген r квадрат. Оны көбейтеміз, шардың ауданы 4πr квадрат. R квадратты қысқарып кетті. Енді бізде k тұрақтысының кеңірек ашылған формуласы бар, 1 бөлінген 4π эпсилон эпсилон 0. Осыны көбейтеміз. Мына жерде q қалды заряд. Одан кейін 4π қалды. 4π мен 4π қысқарады. Сонда q бөлінген эпсилон эпсилон 0 деп осы формуламен шарға қатысты. Ал егер бізде басқа фигура болатын болса, S-дің орнына сол фигураның ауданын қарастырсақ болады екен. Әрі қарай кеттік. Енді қорытындылай келе өткізгіштердің қасиеттері сонымен қандай екен? Біріншіден, олардың зарядтары еркін қозғалады. Тез-тез еркін жаңағыдан индукцияланып кетеді. Оны сезімтал адамдармен салыстыратын болсақ, сезімтал адамдарда эмоциясы тез өзгеріп, үнемі қозғалыста біресе жадырап, біресе бір ұрысып кететін адамдар. Екінші қасиеті, ол электр өрісі тек бетінде орналасады. Ішінде ешқандай электр өрісі болмайды. Мысалы, сезімтал адамдардың өзі ішкі күйі барлық ішінде не сезініп жатыр, соның барлығы бетіне шығып жүреді. Ондай адамдар бар. Ішінде ештеңені сақтамайды. Үшінші қасиеті, ол эффект потенциал бет түзеді. Жаңағы өзінің айналасындағы электр өрісіне қатысты эффект потенциал бет түзеді. Сезімтал адамдар сияқты айналасымен бір толқында үйлесіп отырады деп қарастырсақ болады. Енді өткізгіштің түрлері анықталмасақ болады. Енді мынау қызықты кескіндеу әдісі. Біз есептен шығарған кезде жаңағы өткізгіштің жанында орналасқан зарядқа байланысты біз оның кернеулігін жай қалыпты түрде сол q зарядтың ғана өзін қарастырмаймыз. Біз ол кезде өткізгіштің ішіндегі индукцияланған зарядтардың кескінін қарастыруымыз керек болады. Олардың да бөлек кернеу электр өрісі әсер етеді екен. Бір өткізгішті саламыз. Мына өткізгіште қарастыратын болсақ, сонымен әрі қарай кескіндеу әдісі. Мысалы, өткізгішті салайық.
мынау қандай да бір өткізгіш, тігінен тұрған. Осыған бір жақын аймақта Q деген зарядты белгілейміз. Оның заряды плюс болсын. Бұл минус та болуы мүмкін. Разница жоқ. Біздің есебімізге қарай. Қандай да бір D аралықта жатсын ол өткізгіштен. Сонда біздің оған қарама-қарсы жаңа айтып кеттік, өткізгіштің бетінде индукцияланған зарядтар пайда болады. Индукцияланған зарядтар пайда болады. Осы индукцияланған зарядтардың әсерінен бізде өткізгіштің жаңағы біздің зарядымызға кескін заряд пайда болады. Тура сондай D қашықтықта бізде кескін заряд пайда болады. Оның таңбасы минус Q, өйткені плюсқа қарамасы минус. Егер мына жерде минус таңбалы заряд болатын болса, оған кескін заряд таңбасы плюс болады. Енді осының бойынан қандай да бір кез келген А деген нүкте қарастырып аламын. Онымен қай жерге болсын орналастырсам болады, кез келген алға беруге болады, тек оның арасында қашықтық өзгеріп отырады. Екеуінің арасын қосып қояйын. Екеуінің арасы 2D болды. Мына бір қашықтық R деп алайын. Мынау екеуінің дәл ортасынан А нүктесіне дейін қашықтықты X деп алайын. Сонда менің R-ім гипотенуза ғой. Мақтан түбірасты X квадрат плюс D квадрат. Енді А нүктесіндегі кернеулікті анықтау керек біздің мақсатымыз. Оның Q заряд әсерінен Q заряд кернеулігі бар. Одан кейін мына индукцияланған зарядтың әсерінен штрих заряды бар, кернеулігі бар. Екеуінің қорытындысы дәл ортасында X осының бойында жалпы кернеулік. Бізге осы кернеулікті есептеп табу керек. Бірінші Q-ді қарастырайық. Q зарядының әсерінен екеуінің екі нүктенің арақашықтығы R, одан KQ бөлінген R квадрат. R квадраттың орнына мәнді қоямын. Сонда KQ бөлінген түбірасында X квадрат плюс D квадраттың квадраты. Мұны қойып қояйық. Енді маған нені табу керек? Мынаны, мынау кернеулікті. Енді осыны былай жеке сызып алайын. Сонда мына жерде не шығады? Тік бұрышты үшбұрыш. Төмендегі катеті ол менде Ал мынау гипотенузасы EQ-ға тең. Арасындағы бұрыш альфа. Осы косинус альфасын табатын болсақ, бізде үшбұрыштардың тікбұрышты үшбұрышқа қатысты косинус анықтамасы іргелестің гипотенуза қатынасы, енді EQ қатынасы. Осы жерде нені табатын болсам, EQ көбейтілген косинус альфа. Енді косинус альфа мына жерде сол жіберетін болсам, не шығады? Параллель түзулерді қиятын түзу шығады. Екі параллельді бір түзумен қиятын болсақ, не болады? Мынау бұрыштар тең деген сөз, екеуі де альфа. Сонда мен мына жердің косинус альфасы мен мына жердің косинус альфасы тең ғой. Косинус альфа тең іргелестің, бұл жерде D іргелес, ал гипотенуза R. Ал R дегеніміз не? Ол түбірасында X квадрат плюс D квадрат. Енді мен нені табым керек? EQ-ді қойғам, косинус альфаны орнына қоям, D бөлінген X квадрат плюс D квадрат. Әрі қарай EQ-дің орнына KQ түбірасты X квадрат плюс D квадрат жазбай қосқа болады бір негізі. Бірақ сонда да түбірасты X квадрат плюс D квадрат деген D. Сонда бізде жалпы формула мына жерге жазайын. Мына жерде үсті алымында KQ-ді бөлімінде бізде 2-ден 1 дәрежемен X квадрат плюс D квадратын мына жерде квадраты, сонда 1, 2-ден 2 плюс түбір астында болғандықтан 2-ден 1 дәреже қосылады. KQ-ді бөлінген X квадрат қосу D квадрат 2-ден 1-ге 2-ден 1-ді 2-ден 2, 2-ден 1-ді қосатын болсақ 2-ден 3. Біздің жалпы қорытқы кернеулігіміз осыған тең болады екен. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Бүгіндікке осы.